Ахмет Байтұрсынов біріншіден қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы. Соңынан іс салған жаңашыл ағартушы Рабиға Сыздықова. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін, шын ұлтшыл. Сәкен Сейфуллин. Қазақ тілі мен кітабын жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргетасын қалаған алғашқы адам Ахмет Сәбит Мұқанов. Қазағым, елім, қайқайып белін сынуға тұр таянып. Талауда малым, қамауда жаным, аш көзімді оянып. Қанған жоғалы ұйқым, ұйықтайтын бар, не сыйқым. Келің бай, келің мол туған елім, дыбысты теріп созып бұған гүлін, қайырған қайдағыны. Жүйрі кеңсен, мен тосып, құл алмас қусам білім. Қасқырдың кім білмейді, қомағайын, көңілден жемтік көріп кетті уайым. Келді де бір сүйекті, салды ауызға, шетінде бөлегірек жатқандайым. Көшкен елмен өмірдің күн шуағы, кейде ауыр ойлардан тұншығамын. Ана тілім қасиетті, жырымдағы тілім бітсе халқымның құрағаны. Бүкіл қазақтың баласы қалай да оқуы керек.